Баршаңызға қайырлы күн, қалайсыздар? Бүгін универсальный крем жасаймыз. Ол үшін бізге қант пен жұмыртқаны араластырып алу керек. Және де сгущенка қосу керек. Сгущенка кез келген қандай сізде бар, соны қолдана беруге болады. Яғни сгущенкада шектеу жоқ. 160 грамм сгущенкамызды өлшейміз. Мендегі сгущенка керемет деген 82% майлылығы. Кішкене араластырып жіберіңіз. Сосын оның үстіне крахмал қосамыз 30 грамм. Достар, менде кукурузный крахмал. Егер де сізде крахмал болмаса, жай ғана ұнды да қолдана беруге болады. Немесе картофельный крахмал деген болады. Оны да қолдануға болады. Міне достар, біздер 30 грамм өлшеп алдық. Плюс-минус 1 грамм ол ештеңе етпейді. Енді осыны кішкене араластырып жіберіп, үстіне өлшеніп тұрған 250 миллиграмм сүтімізді құйып, түйіршіктері кеткенше араластырып аламыз. Енді осы араластырып алған массамызды баяу отқа қоюланғанша араластыра отырып пісіріп аламыз. Міндетті түрде достар араластырып тұру керек. Піскенше әбден креміміз қоюланғанша осылай үздіксіз араластыра бересіз. Егер де араластырмай қалсаңыз, сіздің креміңіз ыдыстың түбіне жабысып күйіп кетуі мүмкін. Достар, видеода байқап тұрсаңыз, біздің креміміз қоюланып жатыр, және де бетінен кішкене көпіршіктер шығып жатыр. Осы кезде креміміз дайын деп есептеуге болады, және де отыңыздың астын сөндіресіз. Міне достар, мен кремімді оттан алдым. Енді бұл кремімізді суытамыз. Ол үшін бетін пищевой пленкамен жабамыз. Не үшін жабады десеңіз, су барысында кремнің беті қабыршықтанып қалмас үшін біздер осылай бетін пленкамен жауып қоямыз да салқын жерге суытамыз. Кремімізді біздер суытуға қойдық, ал енді майымызды өлшеп алайық. Май кез келгенін қолдануға болады, ең бастысы 72%-дық және де одан жоғары болу керек майлылығы. 200 грамм өлшеп аламыз да бөлме температурасында қойып қоямыз майымызды. Ал енді достар, креміміз да майымыз да бірдей температурада. Енді осы екеуін миксерлеп пышный крем дайындаймыз. Ол үшін ең алдымен майымызды кішкене жұмсартып миксерлеп аламыз. Ал енді ванилин қосамыз, және де тағы да миксерлейміз. 1 минуттай миксерлеп болған соң, кремімізді бір қасықтан майдың үстіне салып отырамыз. Яғни миксерлеп тұрған майымыздың үстіне кремімізді салып, осылай үздіксіз миксерлеу арқылы крем дайындаймыз. Бұл кремді крем пломбир деп те айтады, өйткені дәмі пломбир мороженыйына ұқсайды. Универсальный крем осылай дайындалады. Достар, байқап тұрсаңыз, кремімізді салған сайын біздің массамыз көтеріліп, және де ағарып, өте керемет күйге еніп жатыр. Осылай біркелкі масса болғанша кремімізді дайындап аламыз. Достар, описание бөлімінде мен кремге қажетті заттардың барлығын жазып кетемін. Қарап аласыздар. Міне біздің креміміз дайын болды. Кез келген тортқа жағуға болады. Егер де рецепт ұнаса, достар, мені қолдап, маған лайк басып кетуді ұмытпаңыздар. Және де тіркелмеген болсаңыздар, міндетті түрде тіркеліп кетіңіздер. Алдағы уақытта көп деген рецепттермен бөлісетін боламын. Менімен болғандарыңызға көп рахмет. Сау болыңыздар, достар.